Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Менің есімім Қымбат Бақытбек болады. Өзім Қытай Халық Республикасында туылғам. Сол жерде өнер оқыдым, сол жерде болдым, жұмыс жасадым сол жерде. Қытай компанияларында сол жерде сауда жұмыстарымен шұғылдандым. Сонымен қазір Қазақстандамын. Қазақстанда осылай Қытаймен бизнес жасағаныма 2-3 жылдай болып қалды. Жаңағы Қытайдан товар әкеліп Қазақстанға интернетте рекламалап, сатып, солай жұмыс жасап жатырмын. Өзім 20 жылдай Қытайда өмір сүргеннен кейін Қытайдың сайтын, тауарын, Қытаймен қалай сөйлесу, оның бәрін меңгергем. Сондықтан бүгін сіздерге қысқаша өзімнің тәжірибелеріммен таныстырып өтпекпін. Енді сіздерге қазір Қытаймен бизнес атты осылай тікелей эфирде Қытаймен бизнес атты өзімнің тегін вебинарын өткізбекшімін. Қысқаша түсіндіріп өтейін демекшімін сіздерге. Қытаймен бизнес. Қытаймен бизнес жасаймыз. Бұда біз не үшін Қытаймен бизнес жасаймыз дегенде, қазір басқа мемлекетке барып товар алсаңыз да, бәрібір ол жерде ашып қарасаңыз, қай жерден шыққаны Шайна деп тұрады. Сондықтан Қытайдың товары қазір біздің дүние жүзі бойынша 90%-ін иеледі. Яғни тек Қазақстан ғана емес, бүткіл мемлекеттер бәрі осы Қытайдың товарын істетеді, қолданады. Не үшін осы Қытайдың товарын қолданады? Өйткені Қытайдың товары біріншіден арзан, бәрімізге қол жетімді. Жалпы халықтың жағдайына үйлеседі деген сөз Қытайдың товары. Екіншіден, Қытайда бүткіл заводтар орналасқан. Мысалы, тек қана киім ғана емес, жалпы пластмасс, запчаст дейміз, барлық заводтар, соны өндіретін заводтардың барлығы Қытайда орналасқан. Сол үшін де біз Қытаймен бизнес жасаймыз. Яғни Қытайдың товарларын алып қолданамыз. Мен өзімді тағы да қысқаша түсіндіріп өтейін. Өзім Қымбат Бақытбек қызы, осы Алишоп компаниясының негізін қалаушы директор болам. Қазіргі таңда осы Алишопта дамыту жағында жұмыс жасап жатырмыз. Біздің негізгі атқаратын жұмыстарымыз жаңағы Қытайдан тікелей заводтан товар келеміз Қазақстанға. Қазақстанның бүткіл қаласына жеткізіп береміз товарларды. Сонымен қит товарлар дейміз, Қазақстан нарқына әлі кіре қоймаған товарларды әкелеміз. Соларды осы Қазақстанда, яғни Қытайдағы жаңадан шыққан товарлармен қамдаймыз, былайша айтқанда. Енді қазіргі таңда курс өткізейік деп жатырық. Бұл курста жаңағы Қытайменен, мен өзім қазір товар әкеп сол Қытаймен жұмыс жасап жатырмын ғой. Және де осы Қытаймен өзі мен арқылы емес, ешқандай делдалсыз өзі жұмыс жасағысы келетіндерге орай жаратамыз. Яғни менің өзімнің істеп жатқан жұмысымды бірге-бір үйретемін. Қытайдан товар әкелуді, товар зерттеуді, интернетте рекламалауды, соның бәрін үйретемін. Осы жуықта болайын деп жатыр. Қазір мынау біздің Қытайдағы заводтар, әртүрлі заводтар бар. Аяқ киім өндіретін дейміз, киім-кешек тігетін, әртүрлі барлығы осы Қытайда өндіріледі. Қытайдың заводтары. Біз оны әкелеміз, тікелей заводқа сөйлесіп, шекарадан өткізіп, Қазақстанға келеміз. Мынау шекарада жаңағы товарларды өткізуден бұрынғы тұрған фотолары.
Біз кез келген любой товарды әкеп береміз Қытайдан. Біздің Қытай қаласында қоймамыз бар, 4 қоймамыз бар. Иуда, Қорғаста, Гуанчжоуда, Үрімжіде бар. Және сол жерде 4 қалада біздің серіктестеріміз бар. Жаңағы біздің тауарды тексеріп, сынып қалған ба, толық ба дегендей соның бәрін тексеріп бізге салып жібереді. Серіктестеріміз бар сол жерде, сенімді. 10 жыл бойы сол Қытайда тауармен айналысып жүрген серіктестеріміз бар. Және Қытайдағы тауарларды осы Қазақстанға жеткізілу доставкасы небәрі 680 теңге дегенбіз. Ол бұрынғысы, қазір мынау шекарадан тексеріліп не істеп жатыр, өзгертіп жатыр, қазір бағасын өсіріп жатыр. Қазір нарықта 780 теңге болды, бізде ең арзан. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, енді басқа эксперттерде басқа қымбат деп естіп жатырмын. Бізде ең арзан. Қытайдан негізі кез келген тауарды тез жеткізгенде 7-9 күнде жеткіземіз. Ал енді ауыр тауарлар болатын болса, оларды ақырын жеткізетін доставкаға саламыз, себебі олар ауыр тауарларға сіздерге қымбат шығып кетеді. Сондықтан ол ақырын келгенде 9-14 күнде келеді. Қытайда негізі тауар өндіретін заводтар бар, әр завод әр түрлі қалада болады. Қытайдың негізгі астанасы Пекинде, оны барлықтарыңыз білесіздер. Гуанчжоуда негізі тоқыма өнімдер болады. Былай айтқанда киімдер барлығы сол Гуанчжоуда шығады. Гуанчжоуда өндіріледі заводтары Гуанчжоуда. Иу қаласында тұрмыстық заттар болады, мысалы пластмасс, күнделікті өзіміздің қолданатын заттар сол Иуда болады, заводы Иуда. Тяньжин дейміз. Тяньжинде металл, электродтарды, сол құрылғыларды Тяньжинде өндіреді заводы, сол жерде орналасқан. Шыңдау дейміз. Шыңдауда қазіргі мынау шиналдар, арнайы жабдықтар осы Шыңдауда өндіріледі, завод осы жерде орналасқан. Қазір мынау Jiangsuda құрылыс заттары, осындай құрылыс өндіріс, сондай жабдықтар өндіріледі. Енді Ханчжоуда косметика, мата, сондай заттар өндіріледі. Косметика дейміз қазіргі Қытайдың. Соның бәрі осы Ханчжоуда өндіріледі. Шэньчжэнь қаласы, бұл ең осы Қытайдағы жарық қала дейміз. Бұл жерде ерекше дамыған, ерекше көркем қала. Бұл жерде электрондық заттар өндіріледі. Шэньчжэнь өзі негізі ерекше жарық болып тұрады, түнгі көрінісі ерекше керемет. Бұл жерде негізі электрондық заттар өндіріледі. Ендігісі Шэньчжу. Бұл қалада негізі аяқ киімдер өндіріледі. Бұлай шаптап қоямыз, мына үлкен түрі. Жаңағы жаңбыр жауса да артындағы машиналарды, артындағы заттардың бәрін толығымен көрсетіп тұрады. Ешқандай жаңбырдың суы тұрып қалу, әйнекті ондай ахуал болмайды, мөп-мөлдір болып тұрады. Бұда өте хит товар. Қазір сұранысқа ие болып, алды жақсы сатылып жатқан товарлардың біреуі. Качестволары да өте жақсы келген. Және де мынандай прожектор бар, біздерде өздеріңізге таныс. Бұл прожекторды артықшылығы бұған ешқандай батарейка, ток қоспайсыз. Тек қана өздігінен күннен есіктің алдына далаға орнатып қоятын болсаңыз, өзі күннен заряд алады, өзіне энергия жинайды. Сонымен бұл күндіз жанбайды, тек түнде ғана жанады. Бұны мысалы есіктің алдына, далаға бәрі кейбіреулер қораға орнатып жатады, былай орнатып қоясыздар, просто артында кнопкасы болады. Ол кнопкасын постоянно қосып қойсақ, ол өзі жаңағы не дегені түнде ғана жанады. Міне қазір жанып сөніп кетті.
өте қолайлы, качествосы да өте керемет, негізі қолда бар товарлар, осыдан сатсаңыздар да болады. Өте жақсы өтетін хит товарлардың біреуі. Суға салсаңыз да, жаңбырға тисе де ештеңе болмайды бұл. Және де мынандай шуба, мынандай не алдырдық тері өнімдерін. Бұның да качествосы өте жақсы келген. Мынау нелері оригиналы мынау не. Бұны жай қолға тағып алуға да болады. И сумкаға ұстауға да болады. Не көріңіз. Бұның негізі мындай маркаларынан білеміз, қандай товар екенін. Бұл да жақсы келген качествосы. Алдырсаңыздар болады мынандай заттарды, шуба дейміз, мынандай сумкаларды. Качестволар жақсы болады. Бізде сондай качествосы жақсы жұмыс жасайтын заводтар бар, сенімді. Керек болса сіздерге сілтемесін жібереміз, заводтардың. Енді сіздерге курсымыздың жалғасы Қытайдағы заводтардың қай қалаға орналасқанымен таныстық. Енді сіздерге Қытайдағы заводтан өзіңіз ойлаңыз. Қазіргі таңда сіз Алматыдан, не болмаса өзіңіздің тұрған қалаңыздан оптым сататын кісіден барып аласыз. Не розын бағамен аласыз, не оптым бағамен аласыз. Сіз қазір мына кісіден аласыз. Оның алдында қаншылаған оптыбек бар. Олар уже заводтан бір оптым алады, бір адам. Ол оның үстіне өзінің несін қосады, толиясын қосып, одан екінші оптыбек алады. Одан біреу алады қорғастан, тағы біреу емсепестен барып алады дегендей. Ең соңында Алматыдағы оптыбектен барып сіз аласыз. Сол кезде қаншалаған адамның қолынан өтеді, қаншалаған делдалдар оның үстіне уже заводта 500 теңге тұратын товарды осы жерге әкеп, мысалы 3,5 мыңнан 4,5 мыңнан алуыңыз мүмкін. Сіз өзіңіз ойлаңыз, арасында қанша 2,000-3,000 теңге қосылып жатыр. Ол мысалы сіз 13-тік алатын болсаңыз, бір товардан 3,000 теңгеден сіз 3,000 теңгеден ол сізге артық қосатын болса, мысалы мынанша алған адамдардың процентін қосқанда, ол жерде 30 мыңдай, ең аз дегенде 20 мың, 10 мыңдай сізге зиян ойласаңыз. Ал енді тікелей заводтан біз арқылы алдыратын болсаңыз, тек қана біз 10% қосамыз. Бұдағы 10% деп отырғанымыз жаңағы айтып өткендей, Қытайдың заводына заказ берген кезде біз теңгені юанға айналдырғанда 2-3% ұстайды. Сосын оны WeChat-қа кіргіземіз. WeChat-тан алпи жүйесі арқылы Жифубаумен төлейміз Қытайдың заводына, жаңағы программамен. Сол программа 2-3% ұстап қалады. Сонымен, в общем, соған кететін жалпы проценті 10% болады біздің қызметіміздің ішінде. Соны ойлаңыз, мысалы заводта 500 теңгелік товарды 10%-мен, мысалы сіз доставкасымен қосқанда ұзап кеткенде 600-ге 700 теңгеге аласыз. Ары кете дегенде 900 теңгеге аласыз. Сіз мына жерден Алматыдан, не болмаса өзіңіздің тұрған қалаңыздан 3,5 мың, 4,5 мыңға алған жақсы ма, или болмаса мына жерде 700 теңгеге, 1000 теңгеге алған жақсы ма, ойлап көріңіз. Бұл жерде қаншалаған айырмашылықтар жатыр. Қалған қалтаңызда 2000 теңге артық қалса, тағы басқа да товар алуыңызға, дамуыңызға болады. Соны біз айтып жатырмыз, осы сауда сату дегеніміз ең бір тез көтерілетін, ең тез ақша тауып алуға болатын кәсіп деп. Сол үшін сіз енді өзіңіз мына жерден қымбат алып тұрсаңыз, оны ары қарай қалай сатасыз сіз? Мысалы мына жерде сіз ең аз дегенде 2,5 мың теңгеге алдыңыз, 500 теңгелік товарды. Енді оның үстіне бірге-бір қосып 5 мыңнан сатасыз. Ал Алматыда жалпы бүткіл Қазақстанның жер-жерінде 5 мың теңгеден, 6 мың теңгеден сататын конкуренттеріңіз қаншама өте көп. Ал мына жерден сіз өзіңіз 1000 теңгеден, доставкасымен 1500-нан алды деген күннің өзінде ары қарай сіз бірге-бір қоссаңыз 3000 теңгеден сатасыз. Сіз мына жерде 3000 теңгеден сатып тұрсыз, мына жерде біреу 5000 теңгеден сатып тұр. Кімнен кеп алады? Сол үшін сізде конкурент азаяды деген сөз. Саудаңыз жақсарады. Арзан әкеп, өзіңіз арзан алып, орнына қарай үстіне қанша қоссаңыз да бәрібір пайдаңыз да жақсы аласыз, саудаңыз да жақсы болады.
Сол үшін сіздерге тікелей заводпен жұмыс жасауды үндеймін, талап етемін. Енді бұл жаңағы Taobao дейміз, 1688, Alibaba, бұлардың бәрі сіздерге таныс, иә? Енді Taobao дегеніміз ол розница сататын кішігірім бутик магазиндердің ашып қойған сайты. Бұл сайтта негізінен заводтар орналаспаған. Ода тек қана магазин, өзіміз сияқты андай кішкентай бутиктер болады ғой, солар осы сайтта болады. Бұл сайтта негізі көптеген сондай бутиктердің орталығы, иә? Бұл жерде розница сатылады, не болмаса бұл жерде сенімді емес. Бұдан товар алсаңыз, качествосы жақсы болмайды, не болмаса товар келмей қалуы мүмкін, бірақ болып шығуы мүмкін, иә? Бұл ешқандай сізге гарантия бермейді, үстіне алмайды. Бұл жерден алмаймыз, жұмыс жасамаймыз біз Taobaoмен. Сол үшін жұмыс жасамаймыз. Ал енді мынау Alibaba, Taobao, 1688, AliExpress бәрін Jekma деген Қытайдағы танитын болуларыңыз керек. Осы сайттарды жарыққа шығарған, жасап шыққан, бүткіл әлемге танытқан. Бұны Alibaba деп не үшін бұған ат қойды дегенде, ол өзі бұрын негізі шетелде оқып, шетелде көп жұмыста жүрген. Сонымен ол Alibaba дегеніміз негізі бір картон фильмнің аты ғой. Оны бүткіл дүние жүзі біледі екен. Дүние жүзі біледі. Оны қалай білді дегенде, бұл шетелде бір кафеде отырғанда бір официанттан сұраған, иә, Alibaba дегенді білесің ба деп. Ол жарайды, иә, білем деген. Сонымен тағы бір жерге барып, тағы бір шетелде тағы бір жеріне барып сұраса, ол жердегілер де білеміз деген да. Сонымен ол уже бұл Alibaba деген аттың бүткіл әлемге танымал екенін біліп, өзінің бұл сайттарын және бизнесін, компаниясын бүткіл әлемге танымал ету үшін осы Alibaba деген атты қолданған. Alibaba деп аттың келіп шығу жайы осылай. Енді бұл Alibaba дегеніміз 1688 дейміз ғой, екеуі бір. Бірақ та айырмашылығы 1688 Қытайдың ішкі нарқындағы, ішкі бағасындағы сайт. Бұда тек қана заводтар орналасқан. Яғни Қытайдың ең ішкі заводы орналасқан бұған. Бұда тек қана бір завод емес, қаншалаған миллиондаған заводтар бар, иә? Бір сайттың өзінде. Мысалы, осы жақта бір сайтты көретін болсақ, тек қана бір магазин, бір сайткен ашылады ғой, ол сайтқа көптеген сайттар, көптеген магазин, көптеген сондай бизнесмендердің компаниялар бір сайтқа орналаспайды, иә? Ал Қытайдың ерекшелігінде осы бір ғана сайт, бір сілтемемен кіретін бір ғана сайтта қаншалаған завод, қаншалаған сайттар бар, қаншалаған оптовиктер бар, иә? Енді мынау Alibaba деген сөз 1688-ді қытайша айтатын болсақ, 1688 сан цифрды Alibaba деп айтылады. Сондықтан мына ішкі нарқындағы сайттың атын 1688 деп қойған, иә? Енді мына Alibaba дегеніміз бұл шетелге арналған. Бұда баға қымбат. Бірге бір екі қосылған. Әуелі мысалы 1688-де бір 500 теңгеге бір товар көретін болсаңыз, оны Alibaba-ны ашып көрсеңіз, именно сол товар 1500-2000 теңге деп тұрады, иә? Өйткені бұны арнайы шетелге осындай қымбат бағамен шығарып қойған. Ал 1688-де өзінің ішкі бағасы, бұдан арзан ала аласыз, қолайлығы. Сосын 1688-ден заказ берсеңіз біз арқылы ең ұзап кетті дегенде 2 аптада келеді, яғни 14 күнде келеді. Әйтпесе 1 аптада 10 күнде келіп қояды, иә, заводта товар заказ берсеңіз. И сенімді болады. Ақша төлеу жағы бәрі сенімді болады. Енді Alibaba ол 1 айға созылуы мүмкін, 2 айға созылуы мүмкін. Заказ берсеңіз өте жай келеді бұл. Сол үшін біз 1688-ді талдаймыз. 1688-мен жұмыс жасаймыз. Тіркелу үшін оған Қытайдың телефон нөмірі керек. Және де Қытайда төл құжаты керек. Қытай азаматының төл құжаты керек, яғни. Мысалы, Қытайдағы туысыңыз болсын, досыңыз болсын, солардың телефон нөмірі, төл құжаттары болатын болса, тіркелей аласыз. Енді бізде уже бұлардың бәрі бар, тіркеліп қойғанбыз.
Енді 1688-де қалай заказ береміз? Бірінші рет ол жерде сіз өзіңізге қажетті тауарды талдап, зерттеп, качествосын айырып, қандай керек сізге, не товар керек, соның бәрін зерттеп, заводпен сөйлесіп, бағасын келісесіз, сосын барып заказ бересіз. Талдап алған товарыңызға сосын заказ бересіз. Заказ беріп алғаннан кейін төлем жасау керек болады. Төлемді GFVOW деген программа бар, 1688-ге тіркелген. Сол GFVOW деген программа арқылы ақшасын төлейсіз. Бұл жерде GFVOW-ға теңге салуға болмайды. Бұған тек қана Қытайдың юанын ғана салуға болады. Ол юанды осы жерден теңгені юанға айналдыру арқылы WeChat деген программа болады. Сол программа арқылы кәдімгі өзіміздің WhatsApp сияқты сол программаға хунбау сатып аласыз. Соны GFVOW-ға жолдайсыз да, сосын GFVOW-дан 1688-ге төлейсіз. Сонымен сіз ақшасын төлеп болғаннан кейін завод товар жібереді. Біздің складқа, Қорғастағы складқа жібереді товарды. Сонымен складқа келеді бір аптада. Тез болғанда 5 күнде кеп қояды, әйтпесе ұзап кетсе бір аптада кеп болады. Кеп болғаннан кейін складтағы біздің серіктестеріміз бар, складта жауапты адамдарымыз бар. Олар товардың санын тексереді, бірақ болған болмағанын, сынды ма, сынбады ма, товар қандай келді, соны тексереді. Ал товардың сапасын сіз уже заказ беретін кезде тексеріп, уже заказ беріп болдыңыз, товардың сапасын тексеру керек емес. Өйткені сіз өзіңіз заказ берген кезде заводпен сөйлесіп, жаңағыдай заводты тексеріп, әбден сапасына көзіңіз жеткізгеннен кейін барып заказ бердіңіз. Сол үшін бұл жерде тек қана товардың санын, кем салды ма, сынды ма, солар тексереді, бәрі нормаль болса, сосын Алматыға салып жібереді, шекарадан өткізіп. Товардың Қорғастан Алматыға келу басқыштары осылай. Осы басқыштардан өтіп, сіздің қолыңызға тиеді. Алматыға келген товарды мен бүткіл қалаға салып берем. Астанада болсаңыз да, Ақтөбеде болсаңыз да. Сонымен 1688-де заказ берген кезде ескеретін, есте сақтайтын жайт, сапасына қарау керекпіз. Бұнда сапасын қалай білеміз? Оны заводтарды зерттеу арқылы, мысалы, сол заводтан бір айда өткен товарларының сатылым санына қараймыз. Оның саудасы жақсы болатын болса, сатылым саны көп болатын болса, олардың качестволары да жақсы деген сөз. Сонымен ол жердегі клиенттердің жазылған пікіріне қараймыз. Мысалы, комментария сияқты ол жерде клиенттер пікір жазады. Жақсы товар тапсырып алдым, не болмаса жаман болып қалды деген сияқты әртүрлі пікірлер жазады. Соларға қараймыз. Әзір көрсетіп өтем 1688-де бұлардың бәрін. Сонымен құрылған уақытына қараймыз. Мысалы, кейбір заводтар 5 жылдан жоғары, 10 жылдан жоғары болады уақыттары, құрылған уақыттарына. Негізі 5 жылдан жоғары болған заводтармен жұмыс жасай беруге болады. Өйткені олардың уақыт ұзара келе қызметі және олардың товарды кешіктірмей салуы, товарды кемітпей салуы және товардың качестволары жақсы болады. Олардың жұмыс жасаған уақыты ұзақ болған сайын. Және де акцияға қарау керекпіз. Мысалы, мереке мейрамдарға қарсы заводта акция болып тұрады. Жаңағыдай 50% скидка дейміз. Мысалы, 2000 теңгелік товарды 1500-ге, не болмаса 1000 теңгеге түсіріп сатып жатады дегендей. Оның өзі бір пайда ғой. Сол сияқты акция болып жатқан нелерге қарап, акциялардан заказ берсек те жақсы. Бұда енді акция болып жатқан қайдан көреміз дегенде 1688-ден сіздерге көрсетіп өтетін болам. Сосын бағасын нақтылап алу керекпіз. Өйткені ол жерде бағалары бетінде просто реклама, мысалы 50 юан деп тұрады, бірақ та сіз сол заводты ішіне басып кіріп тексерсеңіз, ол жерде 80 юан деп тұру мүмкін, 55 юан, 65 юан деп тұру мүмкін. Ал бетіндегі бағасы ол просто реклама. Көптеген клиенттер маған жібереді, жаңағы скриншот етеді да, бетінде тұрған бағасын жіберіп, мынау деген 50 юан деп тұр, сен маған неге 80 юан деп айтып тұрсың, өзің қосып тұрсың ба деген сияқты
күмән күдіктер, қате көзқарастар туады. Сол үшін бағасын ішіне кіріп, болмаса Қытайдың өзімен сөйлесіп, бағасын нақтылап алу керексіз. Қате көзқараста болмау үшін. Сонымен уақыты. Мысалы, зауыттың құрылған уақыты жаңа айтып өттік, уақытына қараймыз деп. Соның уақыты арқылы оның тауарды уақыты болғанда жаңағы ол мысалы 5 жылдан жоғары жұмыс жасаған болатын болса, болды, оны сенімді деген сөз. 5 жыл, 10 жыл болған зауыттармен қорықпай жұмыс жасай беріңіздер. Тағы да сіздерге ескерте кететін жайт, арзанға құнықпаңыз, өйткені арзанның жілігі татымайды. Зауытта негізі 3 түрлі бағадағы тауар болады ғой. Ең арзан тауар, мысалы сіз бір куртка іздейтін болсаңыз, фотосы арқылы іздедік дейге, 3 түрлі бағада шығады. Мысалы көптеген зауыттар шығады, бірақ та ең арзан бағасындағы тауар, ол качествосы жақсы болмайды. Ортаншы нормай қолжетімді бағада тұрады. Ол бағадағы тауарлардың качестволары средний, кәдімгі өзіміздің күнделікті қолданып жүрген тауарлардың качествосы сияқты нормайна болады качестволары. Ал енді қымбаты болады, ол қымбаттары оригиналысы. Негізі көбінде халықтың жағдайы қолжетімді орта бағадағы тауармен алсаңыз болады. Бұл 1688-де алдымен мысалы тіркелу керек дедім сіздерге. Ол үшін Қытайдың азаматы болу керексіз, Қытайдың телефон номері болу керек, және де сол төлқұжаты құжаты болу керек деп. Бұған біз уже тіркеліп қойғанбыз. Енді мына жерде корзина дейміз. Мысалы сіз бұл сайтта зауыттар өте көп. Сіз қалаған өзіңіздің тауарыңызды жаңағы зауыттардан тауып, качествосын бәрін тексеріп, зерттеп, сосын алмақшы болсаңыз, мына корзинаға сақтап қойсаңыз болады. Любой уақытта заказ беретін кезде осы жерден алып заказ беріп қолдана бересіз. Енді бұл сайт, мысалы ойлап отқан болуларыңыз керек, қалың қытайша біз қалай түсінеміз, қалай жұмыс жасаймыз, қалай үйренеміз дегендей оған алаңдамай қойсаңыздар болады. Біз өте оңай тәсілін көрсетеміз. Ешқандай қиын мәселе болмайды. Курс барысында бәрін үйрететін боламыз. Қазір мына жерде ер әйелдер іш киімі, аяқ киімдер, спорттық бұйымдар, балалардың ойыншықтары дегендей, косметика, машинаның жабдықтары бәрін қатар-қатармен жазып қойған. Бұлардың сізге қайсы қажет, өзіңіз қалауыңыз бойынша талдап ішіне кіріп, мысалы мына жерде мынау тек қана бір завод емес, мысалы мына жерде аяқ киімдер десе, бұл аяқ киімдер тек қана бір заводтың тауарлар тұрмайды. Миллиондаған заводтар бар мысалы. Солардың бәрінің тауарын осының ішінен тауып алуға болады. Мысалы біз қазір бір тауарды көрейік, ерлер киім кешегін көретін болсақ, мен айттым ғой, заказ беруде ең алдымен сапасына қарау керек бізде. Сапасын қалай білеміз? Алдымен сол заводты зерттейміз. Ол заводтың мысалы уақытына қараймыз дедік, жазылған комментария пікірлеріне қараймыз дедік. Мысалы мына заводта ерлер киімін шығаратын завод, орны Фудзян өлкесінде екен, Фудзян өлкесінде. Бұда бағасы 95 юан деп тұр. Комментария қарасақ 106 адам жазған. Бұған бір айда сатылғаны 135 штук сатқан. Бұл кофтадан. Және де бұның қанша жыл болған екенін көрейік, қанша уақыт болды құрылғанына бұл заводтың. Ең маңызды нәрсе ғой, 1 жыл болды. 1 жыл болғандардан енді анша жақсы деп ойламаймын, өйткені көп жыл болған сайын оның қызметі де, тауарының качествосы да дұрыс болады. Енді ең алғаш құрыла қалғанда олардікі мысалы енді жақсы болуы да мүмкін, бірақ та негізінен аз уақыт жұмыс жасағандардың қызмет жағынан болсын, тауар жіберу жағынан болсын кішкене олқылықтар болады. Бірақ та бұны ары қарай дұрыстап білу үшін бұл Қытайдың
жаңағы мына жерде ленши фаңшы дегеніміз хабарласу нөмері, WeChat нөмерлері болады. Өз жерге кіріп, оның хабарласу нөмеріне хабарласып, бұның киімдерінің нақты живой фотосын жіберткізіп, видеосын жіберткізіп, сөйлесу арқылы да анықтауға болады. Ал мына жерде осы жалпы бұл заводта тек қана осы бір киім ғана емес қой, бұда көптеген киімдер бар, мужской киімдер. Осыларды осы бірінші бас бекетінен басып тауға болады. Тағы да осы заводтың басқа да тауарларын көре аласыздар, осы жерін бассаңыздар. Енді бұны курс барысында толығымен ішкерлей түсіндіріп өтетін боламыз. Қазірше сіздерге кішкентай болса да түсіндіріп өтейін. Бұл заводтың негізі маркалы екен, маркалы тауарлар екен. Басына жазып қойған бренд тауарлар. Марк деген. Макадин Фудуан дейді. Бренд тауар екен. Сол үшінде енді бренд тауарлар негізінен жақсы болады. Неғұрлым качествосын жақсы шығаруға тырысады бұлар. Бұл заводта негізінен мужский киімдер екен. Курткалар, шалбарлар бәрі бар екен, Бұлай қарасаң, фотосынан да кейде байқап қоюға болады негізі. Өйткені бұлар өздерінің қолына бар тауарларды түсіртеді ғой, фотошопқа түсірді деген күннің өзінде қолындағы бар тауарларды түсіртеді, Міне жерде сізге қандай тауар, қандай размер керек, осылардың бәрін талдау арқылы тікелей осыларды талдасаңыз, сізге шығарып береді, астына сізге қажетті болған киімдерді. Қыстық курткалар, кофталар бәрі бар екен. Мына жерде 193 юан дейді. Осылай зерттейміз. Тауарларда мына жерде сатылым саны жазылып тұрады. Мысалы, айына қанша сатылды әр тауардан. Сол сатылым санына қарап та зерттесек болады, Мына жерде 8400 юанның тауарын сатқан бір айда. Мынау 15000, 3159. Негізінен бұл заводтың саудасы жақсы екенін көре аламыз, Барлық тауарларына негізінен өткен, өйткені кішкене атағы бар бренд тауар екен. Сол үшін жақсы өткен, и качествосы да жақсы. Качествосы жақсы болса, тауарлар жақсы өтеді, Клиенттер көбейеді. Басқа Гуанчжоуда, Иуда, Пекинде, Үрімжіде біздің складтар бар, бірақ та біз прямой заводтан қорғасқа салдырамыз. Төте Алматыға келу үшін, не үшін, уақыттан үшін, өйткені ішкері мысалы Шэньчжэннан Гуанчжоуға салдырып, оны Пекинге салдырып, Үрімжіге салдырып, уақыт кетіргенше, ол жерде оған барып болғанша, ол заводқа, ол складқа барып болғанша да уже 5 күнде бір апта уақыт кетеді, дұрыс па? Ол уақытты кетіргенше, оданшы сол заводтан, мысалы Шэньчжэннан тікелей қорғасқа салдыруға болады. Доставка жасайтындар бар. Біз соларға салдырамыз. Олар тікелей қорғасқа 5 күнде бір аптада әкеп тастайды. Сонымен біз оны шекарадан өтеді, бір-екі күнде. Егер шекара тексеру қатты болмайтын болса, сразу өтеді. Бір күнде өтіп, кешкісін салса, уже таңертеңінде Алматыға келіп алады. Сол үшін бізде доставка уақыты өте тез әкелеміз тауарды. И доставканы төлейтін ақшасы да арзан болады. Қолайлы, халыққа қолжетімді болу үшін осындай жағдайларды ойластырғанбыз. Өзім сол Қытайда болып бұрын сол жерде болғаннан кейін нақты қалай істеу керек екенін анық білетін болған соң солай істедім. Енді бұны арғарай қалай салдырып атсыз, қалай не істеп атсыз деген ішкі жайттерін, оның бәрін курс барысында үйрететін болам. Негізі көп сіздерге беретін ақпарат. Қалай істегенде қалай болады, қалай тиімді, не істеу керек, қайсы заводпен жұмыс жасау керек, бәрін үйрететін болам. Тек қана заводтан тауар алу деген емес, алғаннан кейін қолға келген тауарды интернет арқылы сату.
сатуды да үйретеміз. Енді бізде неге бізбен жұмыс жасайсыз, неге бізді талдайсыз? Себебі біз бағанан бері айтып өттік, бізде мысалы сіз бізге осы курсымызға тіркеліп, біз арқылы тауар алдырып, не болмаса өзіңіз осы эксперт болып үйреніп, курс оқып үйреніп алғаннан кейін эксперт болып тауар алдырған кезде, мысалы егер сіздің клиентіңізден бір үштікке заказ түсіп тұратын болса, мысалы біз бір үштіктің бағасында сізге оптым береміз, сіз бізден оптым аласыз да бір үштіктің өзін, ары қарай өзін сатасыз. Өте қолайлы, және де Қазақстанның барлық қалаларына жеткізіп береміз. Өзіңіз Ақтауда отыратын болсаңыз, бірақ сіздің клиентіңіз Астанада болатын болса, жарайды, сіз онда қозғалмай отыра бересіз өз үйіңізде. Тек қана интернетпен жұмыс жасайсыз. Біз Алматыға келген тауарыңызды тікелей сіздің клиентіңіз Астанаға, Ақтөбеге, Атырауға, мейлі қай жерде болса салып береміз. Егер де ақшаңыз болмаса, бизнес бастағыңыз келеді, дамығыңыз келеді, ақша тапқыңыз келеді, бірақ сіздің қолыңызда ақша жоқ, не істейсіз? Осы білімдерді, құралдарды үйрену арқылы жұмыс жасайсыз, заказ қабылдайсыз. Не болмаса, мысалы Алматыда болатын болсаңыз, бізден кеп тауар алып кетуіңізге болады. Удостоверениеңізді тастап, бір күнге береміз тауарды. Сатып клиентіңізге ақшасын әкеп берсеңіз болады, сатып болғаннан кейін. Бұл тек Алматыдағыларға, Алматыдағы клиенттерге, Алматыдағы студенттерге арналған тиімділік. Енді басқа қаладағы кісілер болатын болса, заказ жинаса болады, мысалы. Және де сіз мысалы өзіңізге бренд қалыптастырғыңыз келеді, киімге болсын мейлі, басқа тауарларға болсын, өзіңіз ойыңызда бренд сатқыңыз келеді. Жарайды, біз брендті де жасатып бере аламыз. Қытайда бізде сенімді, жақсы өндіретін, сондай өзіңнің атыңды жаздырсаң да мейлі, өзің компанияң атын жаздырсаң да мейлі, сондай бренд тауарлар өндіріп беретін заводтар бар. Біз сол арқылы сіздерге қалаған тауарыңызға қалаған брендіңізді өндіртіп береміз. Және де біздің компания арқылы үлкен құрылыс материалдары болсын, электрондық үлкен тауарлар болсын, техникалық тауарлар болсын, барлығын біз әкеп бере аламыз. Ең арзан доставкамен. Егер клиентіңіз басқа қалада болса, бағана айтып өттік, барлық қалаға салып береміз деп. Тағы да басқа көптеген тиімділіктер бар сіздерге жасайтын алдыда, егер бізбен жұмыс жасайтын болсаңыздар. Енді біз бұл жерде бір өмір сүріп, Қытаймен жұмыс жасап, Қытайдан тауар алып, осылай несте деп сіздерге айтпаймыз. Просто сіздерде де болашақтарыңызға деген басқалай көзқарастарыңыз, пландарыңыз бар шығар, өзім өндірсем деген сияқты, өзім завод ашсам деп, осы Қазақстанды дамытсақ деген ойлар бар, әрине. Өзіңіздің болашағыңыздағы армандарды іске асыру үшін не керек сізге? Қазіргі таңда сізге дәл қазіргі уақытта ақша керек, қаржы керек. Сол қаржыны тез табу үшін не істеу керек? Сауда, бизнес ең бір тез қаржы табатын, тез көтерілетін, байитын кәсіп, оны барлығымыз білеміз. Ол үшін сіздің алатын тауарыңыз арзан болу керек. Оған сіз жақсы тез өту керек. Тез өткенде сіздің қолыңызда тауар арзан болса, жақсы өтеді, тез өтеді, айналымға келеді, оптым сатсаңыз да, тез көтерілесіз. Сол үшін кейінгі жоспарыңыз үшін, планыңыз үшін, кейінгі болашақтағы армандарыңыз үшін алдымен сізге қаржы керек. Қазір тез арада қаржы табу үшін бизнес жасау керек. Бизнес жасау үшін арзан тауар керек. Арзан тауар алу үшін Қытаймен бизнесті білу керек. Қытайдың заводтарынан алуды білу керек, Және де біздің курста тағы қандай сіздерге не үйретеміз? Қандай құралдарды үйретеміз? Біріншіден 1688, яғни бүткіл Қытайдың барлық заводы тіркелген сайтты сізге 100% үйретеміз. Сол Қытайдағы сайтта тұрған заводтармен, фабрикалармен тікелей сөйлесіп, тікелей олармен бағасын келісіп, тікелей тауар салдыратын жағын бәрін ішкерлей үйретеміз. Ол жерде өте көп, бір сайттың бетінде өте көптеген ақпарат, көптеген білуге тиісті білімдер бар. Оның барлығын сіздерге үйретеміз. Біз сіздерге 100% үйретеміз, бірге бір. Сіз оны ары қарай
практика кылып көп рет колданып, көп рет ол сайтка кирип, көп рет кытайлар менен сүйлөшүп товар алуу барысында өзүңүз эксперт болуп чыгасыз. Экинчиден, WeChat деген программа бар. Өзүмүздүн WhatsApp, Instagram сыяктуу тикелей Кытай менен сүйлөшүүгө болот. Олар менен сол программаларды тикелей телефонуңузга түшүрүп, уну ары карай колданып, кытайча го себеби колдануу, Кытай менен сүйлөшүү, калай сүйлөшөсүз, эч кандай кытайча оңайсы бар кытайча сүйлөшүүнүн. Және де үчүнчүден, хит товарлар Кытайдан 1688 сайтынан калай табамыз? Заводдар менен калай сүйлөшөбүз дагы. Және де кайсы хит товар, уну калай реклама жасайбыз, видео реклама хит товарга. Сонун баарын үйрөтөбүз. Төртүнчүден, сол 1688 сайтын үйрөнүп болгандан кийин заказ берип, Кытайдын ички Кытайынан Алматыга акелүүдү үйрөтөбүз. Жалпы осы биздин курстун мазмуну ғой. Бесинчиден, товарларды интернетте калай сатасыз, калай интернетте рекламалайсыз. Ягни Кытайдын сатуу өнөрү. Буда олардын интернетте реклама жасоо, интернетте бизнес жасоо, оларда эрте кезден дамыган заманауи куралдар, оларда эрте кезден колдонулуп аткан. Сол үчүн мен өзүм сол жактан компанияларда, сол бизнес жагында көп жумуш жасагандан кийин өзүм олардын куралдарын толук меңгергем. Ягни ол жерде сиз бир компанияга барып жумуш жасайтын болсаңыз, алдымен сизге 1-де, 2-де, 3 ай практика сизге үйрөтөт, курс үйрөтөт. Өздөрүнүн жаңағы сатуу өнөрлөрүн, клиентке калай сөйлөсөсүз телефонда, интернетте калай рекламалайсыз, сонун баарын үйрөтөт. Сол кезде үйрөнүп, баарын меңгерип, солай жумуш жасагам. Ол жерде 2 жылдай өнөр битиргенден кийин. Буда сол негизи Кытайда телефон сүйлөшүү, мисалы клиентпен телефон сүйлөшүү сатуу өнөрүндө оларда мисалы клиентти тартып, клиентке сол товарды өткүзүү барысында колдонатын 14 түрлүү барысы бар. Ягни 14 түрлүү сүйлөшүү, мисалы клиенттен телефонду алгандан баштап товар өткүзгөнгө дейин. Улардын бизге міндеттейтіні, сізге бір клиент хабарласты жаңадан, ол клиент телефоны алып сөйлесесің. В общем, міндетті түрде ол клиентке бір 10 минут, 5 минут сөйлескен кезде, ол кезде міндетті түрде сату керексің оны. Сатпай телефон жаппайсың. Сондай міндеттейді бізге. Соның бәрін үйреніп, уже біз жұмыс жасадық, саттық. Сол сату өнерлерін, барысын, құралдарын үйрететін боламыз. Енді біздің бұл курстың бағасына келетін болсақ, өте қолжетімді, халықтың жағдайына қарай, ахуалына қарай орналастырғанбыз. 100 мың теңге емес, 80 мың теңге де емес, 60 мың теңге де емес, 40 мың теңге де емес, 35 мың теңге. Өте арзан, е? Біз сіздің уақытыңызбен ақшаңызды үнемдейміз. Себебі сіз бір жерде жұмыс істеп жатқан болуыңыз мүмкін. Күндіз уақытыңыз жоқ. Кешкісін уақытыңыз болған кезде көріңізге болады. Біз сілтемесін жібереміз курстың. Сол арқылы қай кезде уақытыңыз болады, сол кезде көріп, үйреніп алуыңызға болады. Үйрену барысында білмеген жақтарыңыз болса, звондап, WhatsApp-тан жазып, любой уақытта бізге хабарлассаңыз, көмектесеміз. Онлайн болады бізде курс. Өйткені көп адамның күндіз уақыты болмайды, сол үшін онлайн өткізіп жатырмыз. Бұның енді дәл бүгін сіздер үшін ең қуанышты жағдай. Бүгін курсқа жазылғандарға осы 35 мың теңгеден де жеңілдік болады, одан да түседі деген сөз. Тек қана бүгін. Сол үшін орайды қолдан жібермейміз. Біздің курстың уақыттары алда тұрақтана жатады. Қазірше курсқа адам жазамыз. Негізі таңғы 10-нан 15-ке дейін болады. 5 күн. Енді сіз осы жұмыс жасау барысында, үйрену барысында әрқандай сұрақтарыңыз болса, білмеген жерлеріңіз болса, тікелей біздің группаларға жазып,
Ең болмаса WhatsApp нөмірі мынау менің телефон, звондасаңыз да болады. Тікелей жекелігіме шығып жазып, тауарлар жайлы, Қытайлар жайлы, завод жайлы, курс жайлы қандай сұрақтарыңыз болса да тікелей хабарласуларыңызға болады. Біз сіздерді күтеміз. Біздің нақты адресіміз Алматы қаласы, Жаңа Дем, 2-ші этаж, синий сектор, 46-ші кабинетте болады. Егер де осы Алматыда болған кісілер болса, не болмаса Алматыға қыдырып келген кісілер болса, тікелей офиске келіп бізбен тікелей сөйлессеңіздер де болады. Қандай сұрақтарыңыз болсын, заказ бермекші болсаңыздар, курсқа жазылмақшы болсаңыздар, тікелей өзімізге келіп сөйлессеңіздер болады. Біздің нақты адресіміз бар. Жарайды, алда сұрақтарыңыз болса тағы да қоя жатасыздар. Кездескенше сіздерді күтеміз. Назарларыңызға рахмет.